Сәлем қыздар, бүгін мен сіздерге балаларға арналған құлақшын бас киімін тігілу жолын көрсетемін. Ең алдымен бізге выкройка керек болады. Мен шкатулка сайтынан алдым. Выкройка тегін. Сайттың ссылкасын описанияға қалдырамын, жүктеп алсаңыздар болады. Керекті материалдар бұл негізгі мата және астарлы мата. Мен қыстық үлгісін жасаймын. Материалдардан маған негізгі матаға мен курткаға арналған мата, сосын ортасына қалың болу үшін синтепон және астарына флис алдым. Енді материалдарымызды пішіп шығамыз. Бас бөлшектерінен 4 дана негізгі мата және де синтепон 4 дана, астарымыздан 4 дана. Дәл сол сияқты міне күн қағар бөлшегіміз 1 дана бүктелген, негізгі астарлы және синтепоннан 1 данадан бүктелген күйде. Келесімізде бізде бұл құлаққап бөлшектері. Құлаққап бөлшектері 1 дана негізгі матадан, синтепондан және де астарын пішіп аламыз. Барлық бөлшектерге қосымша тігіске 1 сантиметрден сызып шығамыз айналасына. Сосын бас киімнің бауы керек болады. Мен оны негізгі матадан жасаймын, немесе дайын жіп қолдансақ та болады. Ұзындығын өзіңіз өлшеп аласыз. Барлық бөлшектерді пішіп шықтық, енді тігінге өтеміз. Ең алдымен негізгі мата мен синтепонды тігіп шығамыз. Негізгі мата мен синтепонды булавкамен қосып шығып, айналасына 7 мм арақашықтықта тігіс түсіреміз. Тігіп алған соң, артық синтепондарымызды тігістен 3 мм қалдырып, қиып алып тастаймыз. Барлық бөлшектердің артық синтепондарын алып болдық. Енді бас бөлшектерін қосып шығамыз. Оң жақтарын бір-біріне қаратып, барлық тігістерді 1 см арақашықтықта тігеміз.
Мінекей 2 бас бөлшектерін тігіп шықтық. Тігістің қасына, яғни оң бет жағына декоративтік тігіс түсіру керек. Ол үшін сол жақ беттің қосымша тігісін 2-ге бөліп, оң жақ беттен тігістерімізді түсіреміз. Тігіске 2 мм береміз. Енді қосылған 2 бас бөлшектерін өзара қосып шығамыз. Оң жақтарын бір-біріне қаратып тігеміз. Айналдырып, декоративтік тігіс түсіреміз.
Бас бөлшектерін біріктіріп шықтық. Бас киімнің бауын дайындап аламыз. Бауларымызды дайындап алдық жібімізді. Енді құлаққап бөлшегін жинаймыз. Жинаған кезде мына бауымызды құлаққаптың доғал жағының дәл ортасына қоямыз жібімізді. Бір сантиметрлік қосымша тігіспен тігіп шығамыз. Міне тігіп болдық. Артық қосымша тігісін қиып алып тастаймыз. Енді бөлшектерімізді оңға аударып аламыз. Жиналған бас бөлшегімізге құлаққап пен күн қағар бөлшектерімізді айналдыра булавкамен қосып 7 мм қосымша тігіспен айналдыра тігіп шығамыз.
Бас киіміміздің негізгі бөлігі дайын. Енді астарымен жұмыс жасаймыз. Астардың бас бөлшектерін жинау үшін дәл үстіңгі бөлік сияқты жинаймыз, бірақ жоғарғы жағына кішкене жетпей тігеміз. Енді астар мен негізгі бөлікті қосып шығамыз. Оң беттерін бір-біріне қаратып, булавкамен қосып, сосын 1 сантиметрлік қосымша тігіспен айналдыра тігіп шығамыз. Астар мен негізгі бөлікті қосып алдық. Енді оңға қарай аударамыз. Сосын астарда қалған кішкене тесігімізді қолмен көрінбейтіндей етіп көктеп тігіп шығамыз. Бас бөлшек жағының тігісінен 1,5 сантиметрлік түзу тігіс түсіреміз. Күнқағар бөлшегін жоғарыға бүктеп, қол тігіспен түйіндеп шығамыз.
Балаларға арналған құлақшын бас киіміміз дайын. Менің шағын мастер-классым сіздерге ұнады деген үміттемін. Және де менің мастер-классыммен міндетті түрде тігіп көріңіздер бұл бас киімді. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, түсінбеген жерлеріңізді комментарияға жазыңыздар. Сосын колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, сонда жаңа мастер-класстардың алғашқы көрермені боласыздар. Сау, аман болыңыздар.